Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін муравейник дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмыт кетпеңіз. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, жұмсақ сары май, қант ұнтағы, ұн және де қамыр қопсытқыш. Ең алдымен жұмсақ сары майға қант ұнтағын қосып араластырып аламыз. Жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға ұнды және де қамыр қопсытқышты қосып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды екіге бөліп, целлофанға салып, мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін мұздатқыштан қамырымызды алып, үкіштің дәл видеода көрсетілген жағынан өткіземіз. Бірінші бір қамырды, содан кейін екінші қамырды өткіздіреміз. Дайын болған қамырды қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Беті қызарғанша. Қамырымыз беті қызарып пісіп шықты, енді ыдысымызға салып аламыз. Қамырдың екінші бөлігін дәл осылайынан үкіштен өткіздіріп, 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға салған соң, дәл видеодағыдай қолымызбен үгітеміз. Тым қатты ұсақтап үгітудің қажеті жоқ. Содан кейін вареный сгущенкамен майымызды дайындап аламыз. Ең алдымен вареный сгущенканы араластырып аламыз. Содан кейін үстіне ерітілген сары майды құйып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Дайын болған массамызды пісіп шыққан қамырдың үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің муравейник дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.